Қайырлы күн, құрметті менің студенттерім. Бүгінгі сабағымызда біз жиындардың минимумы, максимумы, супремумы және инфимумы туралы сөйлесетін боламыз. Бұл ұғымдар математиканың негізінде жатыр және анализдегі өте маңызды ұғымдардың бірі болып табылады. Сондықтан бүгінгі сабағымызды зейін қойып тыңдауларыңызды сұраймын. Бірінші максимум және минимумнан бастасақ, анықтама беріп кетейік. Бірінші let S be a non-empty subset of R. A. If S contains the largest element S0, so it means S0 satisfies these conditions. S0 from itself S, and it is greater than for every S from S. Then we call S0 the maximum of S, and the right S0 is a maximum of S. Yani бұл нені білдіреді? S деген бізде бос емес, нақты сандар жиынында анықталған бір ішкі жиын болсын. Онда S жиыны ең үлкен элементі бар болса, S жиынының, ол деген неден сөз? Сол ең үлкен элемент S-тің өзінде жатады, және кез келген элемент S-тің одан үлкен болмаса, онда біз осы ең үлкен элементті S-тегі максимум деп айтамыз. Және мына түрде жазамыз. Жазамыз. Маркер ауыстырып көрейік. B. If S contains a smallest element S prime, so it means that it satisfies these conditions. S prime also belongs to S itself, and S prime is every element is greater, not less than S prime. Then we call S prime the minimum of S, and the right it as S prime is a minimum of S. Yani бұл нені білдіреді? Егер S-те ең кішкентай элемент бар болса, ең кішкентай элемент дегенімізде кез келген элементі S-тің S праймнан үлкен болады. Және S прайм өзі де осы S-ке тиесілі болады. Бұл максимум мен минимумның, жалпы супрем мен инфимумнан ең басты айырмашылығы. Бұл жерде
максимум және минимум міндетті түрде жиынның өзіне тиесілі болады. Егер ең кішкентай элементі бар болса, онда оны біз минимум деп айтамыз және оны мына түрде белгілейміз. Енді есептер шығарайық. Енді бірінші есебіміз маркер ауыстырайын. Every finite non-empty subset of R has a maximum. And a minimum. Бұл нені білдіреді? Кез келген ақырғы жиын не бос емес болса, онда оның ең кіші және ең үлкен элементі бар болады. Мысал ретінде келсек, мынандай жиын алайық. 1, 2, 3, 4, 5 деген бір 5 саннан ғана тұратын жиын болса, бұның максимумы бізде 5-ке тең. Дәл осы жиынның минимумы нешеге тең? Дәл осы жиынның минимумы ол бізде 1-ге тең. Енді мынандай жиын алайық, шамалы күрделетейік. Мысалы 0, π минус 7, e 3, 4 бөлінген 3 деген жиын алсақ, онда осы жиынның максимумы неше болады? Байқағандарыңыздай, максимум бұл бізде π береді. Ал минимумы ше минимумы әрине бізде минус 7. Бұл бірінші есебіміз болады. Енді келесі есепті қарастырайық. Z and Q have no maximum and the minimum. Бұл екі жиынның максимумда жоқ, минимумда жоқ. Себебі екеуі кете береді. Мысалы, теріс жаққа да кете береді, оң жаққа да кете береді. Яғни шексіздікке дейін кете береді. Олардың ең үлкен элементі немесе ең кішкене элемент жоқ. Кез келген бір элемент ең үлкен элемент деп алсаңыз, одан үлкен элемент табылады. Ал кез келген элемент бір кішкентай элемент деп алсаңыз, одан кіші элемент табылады. Бірақ n has no maximum, but minimum of n is equal to 1. Натурал сандар жиынын алатын болсақ, оның максимумы жоқ, бірақ минимум 1-ге тең екен. Енді үшінші есепті қарастырайық. Үшінші есеп. Мынандай A деген жиын алайық. Бұл A деген жиын тек қана рационал сандарды қамтиды. Қандай рационал сандар? 0 менен түбір асты 2-ның арасында жатқан рационал сандарды қамтиды. Ондай бола тұрған болса, бұл жиынның минимумы бар, минимумы 0-ге тең, себебі 0 рационал сан. Яғни минимум A тең 0-ге. But A has no maximum.
яғни бұл жиынның максимум элементі жоқ. Себебі түбір асты 2 ол рационал сан емес, оны көрсетуге болады, көрсете аласыздар деп сенемін. Ал кез келген рационал сан мынаған жақындай береді. Яғни осы түбір асты 2-ге ақырсыз жақындайтын өте көптеген рационал сандар табуға болады. Яғни түбір асты 2-ге ең жақын болады деген рационал сан таба алмайсыз. Қандай да бір рационал сан түбір асты 2-ге ең жақын деп алсаңыз, сол рационал сан мен түбір асты 2-нің арасынан тағы да бір рационал сан табуға болады. Яғни бұл математикалық анализдің негізгі теоремаларының біреуі. Жақсы, енді біз шенелген деген ұғымға көшейік. Шенелген немесе шектелген. Definition: let S be a non-empty subset of R. A if a real number M satisfies S less or equal to than M for all S belongs to S, then M is called an upper bound of S, and as I said, S is said to be bounded above. Бұл жерде не айтылған, тағы да біз S деген жиын аламыз. Ол нақты сандар жиынына ішкі жиын болады, және ол бос емес. Енді осы жиынды біз жоғарыдан шенелген деп айтамыз. Егер сол жиынның кез келген элемент үшін бір M деген нақты сан табылып, кез келген элементі сол саннан аспайтын болса, онда біз S жиынын жоғарыдан шенелген деп айтамыз, және M санын оның жоғарғы шекарасы деп айтамыз. Жоғарғы шекарасы. B. If a real number M satisfies M less or equal to than S for all S, then M is called a lower bound of S, and as I said, S is said to be bounded below
деген сөз. Яғни S жиынын біз төменнен шенелген деп айтамыз. Төменнен шенелген деп айтамыз. Егер бір M деген нақты сан табылып, кішкентай келіне, осы жиынның, S деген жиынның кез келген элементі M-нің кіші болмаса, онда біз S жиынын төменнен шенелген деп айтамыз, және M санын төменгі шекара деп айтамыз. Енді келесі. The set S is said to be bounded if it is bounded above and bounded below. Thus, S is bounded if there exists real numbers M and capital M such that S is a subset for this interval M and M. Енді жиынды шенелген деп қай кезде айтамыз? Жиынды шенелген деп айтамыз, егер ол жоғарыдан және төменнен шенелген болса, немесе шектелген болса. Яғни, бір M және M деген, үлкен M деген екі сан табылып, нақты сан, осы сандар арқылы анықталған интервалға біздің берілген жиын ішкі жиын болса, мына екеуі эквивалент ұғым негіз. Жақсы, онда есептерге көшейік. Бірінші есеп. The maximum of a set is always an upper bound. For the set. Likewise, the minimum of a set is always a lower bound for the set. Яғни егер жиыннан сіз жоғарғы, жиыннан ең үлкен және ең кіші элемент таба алатын болсаңыз, онда ең үлкен элементі жоғарғы шекара болып табылады екен, ең кішкентай элементі ол төменгі шекара болып табылады.
осыдан шығатын қорытынды every finite set is bounded. Яғни әрбір ақырлы жиын ол шенелген. Екінші бізде the sets Z and Q are unbounded. Бұл нені білдіреді? Z and Q бізде осыны алдыңғы есепте көргенімізде ең үлкен және ең кіші элементі жоқ болған. Сонымен қатар олар шектелмеген, яғни шексіздікке ақырсыз өсе береді, минус шексіздікке ақырсыз кеми береді. Сондықтан бұл екі жақтан да ешқандай да шенелмеген. The set n is bounded below. Яғни натурал сандар жиыны төменнен шенелген, өйткені оның минимумы бар. Яғни минимум дегеніміз ол ылғида төменгі шекара. Бірінші есепке қарасақ, ал жоғарыдан шектелмеген, ақырсыз ол өсіп шексіздікке кете береді, сондықтан жоғарыдан шектелмейді. Үшінші, бағана А деген жиынымыз, естеріңізде болса, рационал сандардан тұратын жиын. Қандай рационал сандар? 0 мен түп расты 2-нің арасындағы. Бұл жиын бізде шектелген, is bounded. And the lower bound is 0. And the upper bound m is square root 2. Яғни А деген жиын осылай берілген, ол бізде шенелген, төменнен 0-мен шенеледі, жоғарыдан түбірас 2-мен шенеледі. Яғни ең үлкен элементі болмаса да ол жиын шенелген. Енді біз супрем мен инфимум туралы айтуға әбден дайынбыз. Максимумды қарастырдық, минимумды қарастырдық, жоғарғы шекара, төменгі шекара, шенелгендік туралы сөйлестік. Енді біз максимум, минимум туралы сөйлесуге әбден дайынбыз. Бірінші анықтама беріп өтейік. Definition. Let S be a non-empty subset of R. A. If S is bounded above and S has a least upper bound, then we'll call it the supremum. The supremum of S, and denoted by supremum S. Яғни бізге бір нақты сандар жиынының ішкі жиыны берілсе, бос емес,
онда осы S жиынын S жиынның супремі деп нені айтамыз? Егер S жиыны жоғарыдан шенелген болса, бұл бірінші шарт, жоғарыдан шенелген болу керек. Және осы жоғарғы шекараларының ең кішкентайы, ең кішкентай least upper bound, ол бізде супрем деп аталады. Және мына түрде белгіленеді. Яғни жоғарғы шекаралардың ең кішкентайын таба алсаңыз, онда ол супрем деп аталады екен. Енді if S is bounded below and S has a greatest lower bound, then we will call it the infimum of S and denote it by infimum S. Бұл нені білдіреді? Бізде S егер төменнен шенелген болса, және осы төменгі шекараларының ең үлкенін таба алатын болсаңыз, онда оны біз инфимум деп айтамыз, және осылай белгілейміз. Енді осы екі анықтамадан біз мындай қысқа анықтама шығарып алсақ болады. Осындай қысқа анықтамалар бізде әдетте есеп шығарған кезде жақсырақ көмектеседі. Аны былай жаза аламыз. M дегеніміз бұл супрем S болады. Сонда тек сонда ғана. If and only if дейді. I S жиынының кез келген элементі M-нен кіші немесе тең болса, яғни M-нен үлкен болып кете алмайды. Және M-нен кішкентай бір сан алып қалсаңыз, онда бір S1 деген элемент табылып қалады. Который M1 кіші болып қалады S1-ден. Яғни мынау соңғы сөйлем, бұл жоғарғы шекаралардың ең кішкентайы дегенді. Сіз жоғарғы шекаралардың ең кішкентайынан кішірек бір сан алып қалсаңыз, S жиынынан бір сан элемент табылады, M-нен үлкен болып қалатын. Яғни ол жоғарғы шекара болмай қалды. Келесі бізде M infimum S болады, сонда тек сонда ғана мына екі шарт орындалсын. M бізде кез келген S-тің элементінен кішкентай. Және біз M-нен бір үлкенірек сан алып жіберсек, M1 деген, онда бір табылып қалады. S2 деп аласылайық. S-тің бір элементі M1-ден кішкентай болып қалады. Яғни инфимум дегеніміз төменгі шекаралардың ең үлкені ғой. Одан да үлкейтіп жіберсек, мысалы, бір сан алсақ, ең үлкеннен үлкен болатын. Онда аты айтып тұрғандай, бір элемент табылады S-тен, M-нен кішкентай, M1-ден кішкентай болып қалды. Яғни ол деген сөз M1 жоғарғы шекара, төменгі шекара деген қасиетінен айырылып қалды. Демек, ол атқа лайық тек қана M-ді. Төменгі шекаралардың ең үлкені деген атқа лайық ол тек M. Одан артықтай үлкейте алмайсыз.
Жақсы, анықтамалардың барлығын берді. Енді есептер шығарайық. Бірінші есеп. If Z кешірім сұрайын. If a set has a maximum and a minimum, then бұл супрем инфимум және максимум минимумды байланыстыратын негізгі бір ұғымдар. Яғни егер жиынның максимумы және минимумы бар болса, онда ол супремуна және инфимумына тең болады. Яғни супрем мен инфимумды сіз басқа жақтан іздемейсіз. Максимум мен минимум бар ма жиында, онда олар супрем және инфимумға тең. Екінші бізде интервалдар қарастырайық. Интервалдарды қарастырайық. Онда мынандай. Мына жерде айта кететін өте көп нәрсе бар. Яғни мынандай қатаң интервал алатын болсаңыз, бұл жерде максимум мен минимумы бар. Олар сәйкесінше супрем мен инфимумға тең болады. BA. Ал мына жаққа қарайтын болсақ, бұның ең кіші элементі жоқ, бірақ ең үлкен элементі бар. Бірақ оның ең кіші элементі болмаса да инфимумы бар, А-ға тең. Ал мына жерде мынау интервалдың ең үлкен элементі жоқ, бірақ оның супремумы бар да, Б-ға тең, жоғарғы шекаралардың ең төменгісі бар. Яғни мына жерде мысалы мүлдем ең кіші және ең үлкен элементтері жоқ, бірақ оның супремум және инфимум бар екені сәйкесінше А-ға және Б-ға тең. Осы нәрселерді жақсы ескеру керек. Үшінші бізде натурал сандар жиынының минимумы бар, бірге тең, яғни инфимумы да сол бірге тең болады. Төртінші. А деген жиынды бағана қарастырған алатын болсақ, яғни ол қандай жиын еді бізде рационал сандардан тұратын жиын еді, және ол рационал сандар мына теңсіздікті қанағаттандыру керек еді. Және біз көргенбіз, төменгі шекарасы 0, жоғарғы шекарасы 2 болған. Енді басқа да жоғарғы шекаралар бар мысалы да. Мына жерде түбірасы 2 болса, мысалы 2-нің өзі жоғарғы шекара болады, 3 жоғарғы шекара болады. Яғни мынадан үлкен кез келген сан жоғарғы шекара болады. Бірақ мынадан кіші бола алмайды, оны айттым. 0-ден де кіші кез келген санды алсақ, -1, -2 барлығы осы жиынға төменгі шекара болып кетеді. Бірақ сол төменгі шекаралардың ең үлкені ол бізде 0 екен. Өйткені аның минимумы бар. Минимумы бар. Ол 0-ге тең. Демек осы 0 аның инфимумында болып есептелінеді. Бірақ бұның максимум элементі жоқ. Бірақ супремумы аның ол түбірасты 2-ге тең. Яғни жоғарғы шекара түбірасты 2 және қалған жоғарғы шекаралардың ең кішкентайы осы. Енді тағы да бір өте қызық жиынды беріп кетейін сіздерге. Бір бөлінген n деген жиынды қарастыруға болады. Бұл жердегі n натурал сан. Натурал сандар. Яғни бұл қандай жиын?
бұл бізде 1 бөлінген 2, 1 бөлінген 3, кете береді, 1 бөлінген n, осындай жиын. Онда бұның максимум элементі бар. Максимумнан b деп белгілей салайық. b деп белгілей салайық. b деген жиынның максимум элементі бар, ол 1-ге тең, демек супремумы b-ның 1-ге тең. Бірақ бұның ең кіші элементі жоқ, көрдіңіздер ма? 0-ге ақырсы жақындай береді, бірақ 0-ге ең жақын сан көрсете алмайсыз мына жиынға тиесілі. Демек минимумы жоқ, бірақ инфимумы бар. Инфимумы b жиынның ол 0. Яғни төменгі шекаралардың ең үлкені 0. 0-ден сәл ауытқып кетсеңіз, алдағы қарай, онда 0-ден кіші 1 бөлінген n деген бір n номер табылады міндетті түрде. Енді ол сіздің қандай сан алғаныңызға әрине тәуелді. Енді біз біраз қасиеттерін дәлелдеп көрейік. Бізде алдағы уақытта есептер шығарған кезде сол қасиеттер өте қатты керек болады. Completeness аксиом деген бар. Every non-empty subset S of R that is bounded above has a least upper bound. Least upper bound. In other words, supremum S exists and it is a real number. Бұл нені білдіреді? Яғни нақты сандар жиынының бір ішкі жиын алсаңыз, бос емес, онда ол жиын алсаңыз және ол жиын жоғарыдан шенелген болса, онда оның супремум табылады дейді. Яғни бір нақты сан табылады, который оның супремум болатын. Яғни жиын бос емес болса, және ол жоғарыдан шенелген болса, онда міндетті түрде супремум бар. Енді осыдан бір салдар шығарып алсақ болады. Corollary every non-empty subset S of R that is bounded below has a greatest lower bound. Infimum S. Және осыдан шығатын қорытынды бізде салдар ретінде, егер жиын бос емес болса, және ол нақты сандар жиынына ішкі жиын болса, және ол төменнен шенелген болса, онда оның инфимумы болады ылғайда. Яғни ол нені білдіреді? Жиын бос емес болса, және төменнен шенелген болса, оның міндетті түрде инфимумы табылады. Осы екеуін қазір есеп шығару кезінде пайдаланатын боламыз. Ал енді есептер шығарып үйренейік, қасиеттерін, есептер дегенде жаңа есептер шығарып үйрендік, енді қасиеттерін дәлелдеп үйренейік. Яғни осы есептер қасиеттеріне арналған есептер.
exercises. Let S be a non-empty bounded subset of R. A proof infimum S less or equal to than supremum S. Бұл өте оңай дәлелдеуге. Супремум мен инфимум дұрыс түсінген болсаңыз, бір жолмен ғана дәлелденеді. Яғни инфимумның анықтамасына қарайтын болсақ, инфимум дегеніміз S жиынының кез келген элементінен кіші немесе тең болады. Ал супремум деген осы кез келген S жиынының элементінен үлкен немесе тең болады. Енді осындай нақты сандардың транзитивті қасиетін пайдаланатын болсақ, бізде инфимум S кіші немесе тең супремум S-тен болып шыға келеді. Енді what can you say about S if infimum S is equal to supremum S? Осындай сұрақ. Егер инфимум мен супремумы қандай да бір жиынның тең болып қалса, онда жиын туралы не айтамыз? Жоғарыда айтқанымыздай, S бізде бос емес жиын. Онда жауап қарапайым. Инфимумы ол супремумға тең. Оны бір санмен белгілеу болады, S деп. Ондай болатын болса, S деген жиын тек қана осы S деген элементтен тұрады. Жақсы, егер есеп түсінікті болса, онда келесі есепке көшейік. Келесі есеп, let S and T be non-empty bounded subsets of R. A proof if S is subset of T, then infimum of T less or equal to than infimum of S, and this is less or equal to than supremum of S, and the supremum of S is less or equal to than supremum of T. Енді бұл жерде тек екі теңсіздік көрсетсек жеткілікті. Бізде мынау ортаңғы теңсіздік бар. Демек, біз екі шеткі теңсіздікті көрсетсек жеткілікті. Infimum T кіші немесе тең infimum S дегенді көрсетейік. Енді біз мынаны ескерейік. Осыдан алатынымыз кез келген S деген элемент алсаңыз, онда сабсеттің анықтамасы бойынша S T-ға тиесілі. Ал бізде T bounded жоғарыдан шенелген. Bounded жалпы. Bounded болғандықтан жоғарыдан да және төменде шенелген болады. Демек, оның инфимумы және супремумдары бар. Completeness аксиом бойынша. Демек, мынау S енді супремум анықтамасы, инфимумның анықтамасына келетін болсақ, кез келген элементтер T-ның инфимумнан үлкен немесе тең болады.
осыны қанағаттандырады. Ал бізде S дегеніміз о баста ол кішкентай мынау S дегеніміз о баста мынау S деген жиынның элементі болған, кез келген элементі болған. Ал S-тің S-те bounded, яғни оның инфимумы және супремумы бар completeness аксиом бойынша. Ал енді оның инфимумның анықтамасы бойынша қарайтын болсақ, ол төменгі шекаралардың ең үлкені. Ал бізде S үшін инфимумды төменгі шекара болып тұр. Демек, инфимумның анықтамасы бойынша осы инфимумдан инфимум S үлкен немесе тең болуы керек. Ал егерде мынадан кішкентай болып қалатын болса, онда ол бұзылады. Төменгі шекаралардың ең үлкен деген бұзылады. Төменгі шекаралардың ең үлкені мынау болып қалады. Яғни ол инфимум S деген S-тің инфимумы болмай қалады. Енді мынаны көрсетейік. Супремум S кіші емес тең супремум T. Дәл осы анықтаманы пайдаланамыз. Осыдан тағы да алатынымыз, бізде кез келген элементі S ол тыға да тиесілі болғандықтан тының супремумнан аспайды. Ал супремум S-тің анықтамасына қарайтын болсақ, ол S үшін жоғарғы шекаралардың ең кішкентай. Ал супремум T ол жоғарғы шекара болып тұр, демек одан кіші немесе тең болуы керек. Демек, супремум S кіші немесе тең супремум T. Енді осы екеуін және осының алдындағы бірінші есепті ескеретін болсақ, біз мынау теңсіздіктерді аламыз. Жақсы, бұл A бөлігі болған, енді B бөлігін шығарайық. B bölüğü proof supremum S union T is equal to maximum supremum S supremum T. Енді бұны қалай дәлелдейміз? Бұны дәлелдеу үшін біз мынау максимумды анықтап алу керекпіз. Енді біз жалпылықты жоғалтпай, осыны екеуінің біреуін максимум деп ала салайық. Қайсысын алсаңыздар өздеріңіз білесіздер. Енді маған супремум Т ұнап тұр. Сондықтан өзіме ұнап тұрғанын алайын мен. Супремум T. Яғни осы екеуінің үлкені біз супремум T деп алайық. Бұл нені білдіреді? Бұл деген сөз супремум S кіші емес тең супремум T деген сөз. Немесе кіші деп алсаңыздар да болады. Осыны қанағаттандырады. Енді бұл супремум S деп алсаңыздар да ештеңені өзгертпейді. Сол дәлелдеуді дәл солай жалғастыруға болады. Енді біз супремумның қасиеттерін көрсетейік. Яғни мына S пен T-ның бірігуіне арналған супремум мынаумен тең екенін көрсету үшін қасиеттерін дәлелдейміз. Енді біз кез келген X элементін алайық, S union T-дан. Онда осы супремум T-дан кіші емес тең болып қалу керек. Ондай болатын болса, X бізде S-те жатады, немесе X бізде T-да жатады. Ал ол S-те жатқандықтан X кіші немес тең супремум S болады. T-да жатса, ол кіші немес тең супремум T болады. Ал бізде супремум T-дан аспайтын болғандықтан X аспайды супремум T-дан. Яғни біз көріп тұрмыз, кез келген элемент алсақ, S және T жиындарының бірігуіне, онда оларға супремум T жоғарғы шекара болады екен. Жоғарғы шекара болады.
Енді оның ең кіші жоғарғы шекара екенін көрсетейік. M1 деген нақты санауға салайық. Supremum T-дан кішкентай болатын. Онда бұл нені туындатады? Онда Supremum T-дің анықтамасы бойынша, осы Supremum T қараналған T1 деген элемент табылып па, T жиынынан, T жиынынан элемент табылып па, не болатын? M1 кіші T1-дан. Яғни, Supremum'ды сәл кішірейтіп жіберсек, ол бізде Supremum болмай қалады, жоғарғы шекара болмай қалады. Ал мынадан не аламыз? Мынадан аламыз, что T S1 бұл T-ға сабсет болғандықтан, яғни T1 неге де жатады? S union T-ға да жатады. S union T-ға да жатады. Демек, біз осы анықтаманы S union T-ға айтып тұрған сияқты боламыз да. Яғни, Supremum T-дан кіші бір нақтыстан алсаңыз, онда T1 деген элемент табылады. Ал мынадан шығатыны, что T1 S union T-ға тиесілі. Онда бір T1 табылады S union T-дан, который M1-ден үлкен болып қалады. Демек, Supremum T деген жоғарғы шекаралардың ең кішісі дегенді білдіреді. Жақсы, онда келесі есепке көшейік. Let S and T be non-empty subsets of R with the following property. S less or equal to than T for all S and T. A. Observe S is bounded above and the T is bounded below. Бұндағы S және T бос емес, нақты сандар жиынының ішкі жиындары берілген, және ол мына қасиеттерді қанағаттандырады. Кез келген элемент алсаңыз, S-тен және T-дан, олар осы теңсіздікті қанағаттандырады. Ондай болатын болса, біз S-тің жоғарыдан T-ның төменнен шенелгендігін көру керекпіз. Ондағы observe деген бақылау керек. Сондай нәрсені бақылау керекпіз. Көруге болады, Енді қарап тұрсаңыздар, кез келген S деген элемент алсақ, S жиынынан, онда не болады? Ол мына теңсіздікті қанағаттандырады. Кез келген T үшін. Яғни ол не деген сөз? Кез келген элементі, яғни жоғарғы шекарасы бар деген сөз. Демек, S is bounded above. Ал кез келген T деген элемент алсақ, T жиынынан, ол да осы теңсіздікті қанағаттандырады кез келген S үшін. Демек, T төменнен шенелген. Bounded below болып тұр. Енді келесі біз мына қасиетті дәлелдеу керекпіз. Proof Supremum S less or equal to than infimum T. Бұл не деген сөз? Так, now Supremum
Енді S is bounded above, яғни completeness аксиом бойынша оның несі табылады? Supremacy табылады. Және мына шартты қанағаттандырады ол. Мысалы, жоғарғы шекаралардың ең кішісі ғой, супремум дегеніміз. Ал Т-ның бүкіл элементі оған жоғарғы шекара болғандықтан, ол осы Т-дан асып кетпеу керек та. Яғни супремум S кішіне еместен Т болу керек, кез келген Т үшін. Өйткені Т-ның бүкіл элементі S үшін жоғарғы шекара. Демек, оның супремумы осы жоғарғы шекаралардың ең кішісі болу керек. Келесі бізде кез келген Т үшін Т-дан алынған. Олар төменнен шенелгені супрем S бойынша. Ал инфимум анықтамасына қарайтын болсақ, ол төменгі шекаралардың ең үлкені. Демек, супремум S-тен үлкен еместен тең болады инфимум Т. Осылай, егер анықтаманы есеп аяқталды, яғни егер анықтаманы дұрыс түсінген болсаңыздар, онда есеп шығару анағұрлым жеңіл. Яғни сіздердің өмірлеріңіз әлдеқайда жеңілдеп кетеді, егер сіздер анықтаманың өзін дұрыс түсінген болсаңыздар. Және қысқа, қарапайым, әрі өте әдемі көрінеді. Яғни бір нәрселер ойлап тауып ондай керек емес, тек қана анықтаманы пайдаланып дәлелдей береміз. Яғни математикада берілген анықтаманы, есептің берілгенін түсіну өте маңызды. Сондықтан бүгінгі өтілген сабағымыз сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Егер пайдалы болды деп есептесеңіздер, сабағымыз сіздерге ұнаған болса, онда бармақ басыңыздар, пікір алаңына пікір қалдырыңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер. Рахмет сіздерге.